Сәлем достар, сіздермен бірге мен Хаджар. Бүгін біз Алматы облысының ең әдемі жерлерінің турымен саяхатқа шықтық. Осы видеода Көлсай көлін, Шарын жатқалын, Қара каньонды және тағы да басқа көрікті орындарды бірге аралаймыз. Саяхатымыз қалай өткенін бірге тамашалайық. Кеттік! Достар, қазір саңғы 3-тен 50 кетті. Таксимізге қарай баратырмыз. Осындағы болып тұр. Біз өз автобусымызды күтіп отырмыз. Сахарып бітті, ұйқымыз ашылды. Мадан бәтен тұрмағанмын ғой мен дұрыс. Қырып қалғанбыз. Асығып такси іздедік. 10 минутта жетіп келетін. Енді қазір автобусымызды күтіп отырмыз. Осыны Алматының күшті күштерлеріне баратын боламыз. Біздің алған заттарымыз осындай. Пешти, кола, жолға алған заттарымыз осындайыз. Біздің автобусымыз келді. Достар, осы кезде біз енді жүріп баратқан кезіміз болды. Менің осындай реакциям болды. Осы жерде мен сөйлеуге ұялып тұрдым. Болған соң сіздермен бірге 15 минутта Көлсай көлдеріне өтереміз. Достар, осы кезде мен сөйлеуге ұялып тұрдым. Ол кезде шаршап тұрдым ғой. Сағат примерно 5-тен 10 кеткенде жүріп кеттік. Арайлым бар, Нарал Хаджар и Нұрбол Әсем деңсер бар ма? Осы кезде мен прям қатты шаршап, ұйқыны теуіп жатқан кезім ғой. Мынау мен тұрған кезім ұйқынан көзім не болып отыр. Ал осы кез біз Шарын жатқалы каньонына келген кезіміз. Осы жерде біз экскурсия жасап, теп көрсетеді. Мына жерде енді орамалмен шешетіпті, өздеріңіз көріп тұрғандай. Достар, осы жаққа келіп мен таң қалған бар енді. Мына жақтың ауа райы енді бөлек екен. Мына жерде енді телефон качествосы біртүрлі болып кеткен. Вроде бы iPhone 15 Pro Max еді. Осы кезде біз осы Шарын каньондарды аралауға бара жатқан жер. Мына жақ енді ыстық айта алмаймын енді ыстық. Біз деген сумкада спрейімізді ұмытып кеткенбіз ғой жағы. Кеттік, қайтайық енді абырат. Абырат қайтайық жөн. Мына неше градус екен ыстығы? 40 градус шыға. Негізі бізге суды көру керек. Вообще суды көрмей қайтып баратырмыз, жарты болдық. Бетімізге спрейді жақпадық, қолымыз қарайып, осы қолдан қарайып жатыр, бетім қарайып. Бетіміз қарайып кетіп құрсын. Это ыстық. Сол обратно қайтамыз қазір.
қайта көтерілеміз. Ана үстіне дейін көтеріле келсең бір примерно 5-6 минутке жетіп шығар. Достар, осы кезде біз тамақтанып жатқан кезіміз болды. Чипсы жеп алдық, сол ішіп жүрек жалғап алдық. Әрі қарай өздеріңіз көре беріңіздер. Достар, осы кезде бір киім сататын дүкен болды. Өздерінің бір бренд сияқты. Соған келіп, ішін қарап кеттік. Неге мына жерде качествосы бір түрлі болып кеткен. Мына жерде енді көзден көргенде картинка сияқты болып тұрды. Мына жерде енді музыканы бақыртып қосып қойды ғой, мә, құлақты жарып. Тыңдамай қойыңыздар онша. Достар, осы кезде біз осы жерге тоқтаған болатынбыз, и потом видео фотоға түсіп алдық. Достар, мен анадан бері сырқаппын. Барқысықтан қалыппын ғой. Осы кезде біз обедке тоқтадық. Бір локациямыз 3 локация көретін боласыздар, өсетін жануарлар мен өсімдіктер болып келеді. Сол кезде бұларға Достар, біз деген күштілеп фотоға түсіп алдық. Тумен, ақшамен, кәдімгі камераларымыз ба, качествосы күшті. Сонымен түсіп алдық. Бәріміз деген мама екеуміз түсіп алдық. Қазір Көлсай деген көлге баратырмыз. Катамаранға отыруымыз мүмкін, бірақ очередь көп. Біздің гидіміз примерно 4-тен 5 кеткен уже жүріп кетеді. 5 минут күтеді, одан кейін үлгермесең қалып қоямыз. Так что тездету керек. Вот, маған аватар. Неткен әдемі. Кішірі? Мариям! Аня, қалайсың? Достар, осы кезде біз тұрып қалған болатынбыз. Әрі қарай көріңіздер. Ана апалар бізге көмектесті. Короче, ана ағалар. Қазір біз енді жүріп баратырмыз. Шыңға разы болсын, ана апалар. Міне біз автобусымызға отырдық. Енді жақсы қыдырдық. Енді үйімізге автобуспен қайтатын боламыз. Күнгі күніміз маған ұнады. Автобусқа 5 сағат жүрміз, короче. Достар, кеш бастық еді шамалы. Қазір кетеміз. Достар, осы кезде біз осы туымызбен қоштасайын деп жатқан кезіміз прям жақындап қалдық осы кезде. Алла уақытты сертті алып кетеміз. Баранат деген ойдамын. Түстік ал. Таксиге міндік. Біздің Алматыға жасаған саяхатымыз осымен аяқталды. Бірге болғандарыңызға рахмет. Осындай видеоларды жібере алмау үшін арнама тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше. Мен осы видеоны айтпақшы 3 сағат жасадым. Менің еңбегім бағалаңыздар. Лайк басып кетсеңіздер болды. Всем пока-пока.